20 ғасыр қазақтың ояну ғасыры. Қалың ұйқыдағы қазақты ұйқысынан оятып, олардың жүректеріне, сенімдеріне үлкен рух берген қазақ тарихындағы асқақ дара тұлға Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейхан. Иә, Әлихан бүгінгі қазақ үшін кім? Ол қазақтың бренді. Ата тегі Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошыдан тарайтын төре тұқымы. Арғы атасы Сұлтан Барақ. Қазақтың соңғы хандарының бірі Бөкей осы Сұлтан Барақтың баласы. Бөкейден Батыр, Батырдан Нұрмұхамед тараған. Әлиханның әкесі Нұрмұхамед, анасы Бегім ханым. Туған жері бұрынғы Семей облысындағы Қарқаралы уезінің Тоқырауын болысы, қазіргі Қарағанды облысының Ақтоғай ауданы. Әлихан зеректігінің арқасында бастауыш мектеп техникалық училищедегі оқуларынан соң Санкт-Петербордағы Орман шаруашылығы институтының экономика факультетіне оқуға түсіп, жоғары білім алған тұңғыш қазақ балаларының бірегейі. Ақсақал аға, азамат іні, отбасы, араздық дауды қой, бірік, жұрт қызметіне кіріс. Алаштың басын қорғауға қам қыл деп, тұтас қазақ елін бір тұтас Алаш еліне айналдырып, 300-дің басын қосып, бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның территориялық шекаралық бөлінісін жасаған еді. Егер Әлихан бұл іске араласпаса, оңтүстік өңіріміз өзбек еліне, батысымыз түрікмендерге, солтүстігіміз орыстарға, шығысымыз қытайларға кетуі ықтимал еді. Әлихан Бөкейхан сынды бүгінін емес ертеңін ойлаған көсем бағымызға қарай туылып, еліміз бен жерімізді қорғап, өзінің қара басын қауіп қатерге тіккен екен. Осы сөзіміз нанымды болу үшін ұлт зиялысы Міржақып Дулатұлының заманымызға қазақ үшін өмірін, білімін жұмсап, ауыр жазаларға кіріптар болып, жанын қиып жүрген күллі қазақ халқына бірінші дерлік жан басшымыз Әлихан Бөкейхан деген пікірін келтірсек жеткілікті. Әлихан Бөкейхан абайтанудың ғылыми негіздемесін жасаған тұңғыш абайтанушы ғалым. Ол абайды қазақтың рухани ұстазы деп бағалап, оның өмір жолы мен шығармашылығын тұңғыш рет жариялап, өлеңдерін құрастырып, баспадан шығарған. Биыл дара тұлғаның дүниеге келгеніне 155 жыл. Бұл Алаш деген барлық қазақтың ортақ тойы. Әлихан Бөкейхан қазақ руханияты һәм саяси жүйе тарихындағы үлкен феномен. Ол барлық қазақтың ауыз толтырып айтар мақтанышы, мерейі. Әлихан Бөкейханды ЮНЕСКО-ның өзі әлем тұлғасы деп таныды. Ол ғасыр саңлағы. Әлиханның Алаш идеясы бүгінгі қазақтың да шамшырағы іспетті. Әлихан бабамыздың 155 жылдық мерейтойы құтты болсын. 1922 жылдан бері Әлихан Бөкейхан ОГПУ-дың назарында болып, оған отаны Қазақстанға келуге тыйым салынған. Ол өмірінің соңына дейін үйқамақта отырды. Үйқамақта отырса да, ғылым саласының өркендеуіне үлкен үлес қосып, қазақ мәдениеті мен руханиятына айрықша еңбек сіңірді. Тіпті Әміре Қашаубаевтың Парижге баруына мұрындық болып, оның ол жақта айтатын әніне дейін таңдап, ол әнінің мән мағынасы мен киетін киім үлгісіне дейін бәрін тәптіштеп, ұлт ұстазы Ахметке жазған хатында баяндаған. Парижге барып, қазақтың әнін, ақан серінің шерлі әні Балқадишаны орындап, бүкіл француз жұртын сырлы да нәзік қайталанбас сирек дауысымен тамсандырған Әміре Мұстафа Шоқайдың үйінде болып, Мұстафамен әңгімелесіп, Әлихан мен Ахметтің хатын беріп, оның жауабын да елге әкелген еді. Кез келген саяси қайраткердің сенімді адамдары, ақылман үзеңгілестері болады. Алаш серкесі Әлиханның екі қанаты бар еді. Бірі ғұлама ғалым Ахмет Байтұрсынұлы, екіншісі көсемсөздің қас шебері Міржақып Дулатұлы. Осы екі арыстың қолдауымен қаншама игі істер жүзеге асты. Соның игілігін бүгінгі ұрпақ мына біз көріп отырмыз. Сенімді жігіттермен бас қосып, қазақ елінің болашағын ойлап, бағыт-бағдарын бекіткен Әлиханның арманы ұлттық мемлекет құру еді. Біз оған да жеттік. Бүгінгі тәуелсіз қазақ елінің бренд тұлғасы, саяси қайраткер, Алаш көшбасшысы, Алашорда мемлекетінің төрағасы Әлихан Бөкейханның ұлт бостандығы жолындағы атқарған қызметі мен біртұтас Алаш идеясы алдында мәңгілік қарыздар екенімізді ұмытпайық, ағайын.